Армысыз құрметті көрермен, бірінші Қарағанды телеарнасында жаңалықтар, студияда Айым Ғалымқызы. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қазақстанда маусымдық вирустық аурулар кезеңі басталды. COVID-19 жағдайлар азайғанымен омикрон штаммы әлі де таралуда. Дәрігерлер тұрғындарды сақтық шараларын ұстануға және иммунитетті күшейтуге шақырады. Шаһарымыздың орталық саябағында Жасыл ел жобасының кезекті маусымының жабылу рәсімі өтті. Аталған іс-шара қала тұрғындарына арналған үлкен концерттік бағдарлама болды. Бұл туралы толығырақ мен Ақгүл Сұлтанқызы бірер минуттардан соң айтып берем. 2023 жылдың тамыз айындағы қатты нөсерден зардап шеккен Дәулет спорт мектебі толық жаңартудан өтті. Жөндеу жұмыстарына шамамен 15 миллион теңге жұмсалған. Әлем бойынша пандемия аяқталғанымен Қазақстанда індеттің алдын алу шаралары әлі де жалғасып келеді. Биылғы жылдың 8 айында елде 882 жағдай тіркелген. Абырой болғанда өлім-жітім оқиғасы жоқ. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 1,6 есе аз. Мамандардың айтуынша қазіргі уақытта вирустың омикрон штамдары айналымда жүр. Сондықтан санитарлық қызметтер аурудың таралуын ұдайы бақылауда ұстап отыр. Дәрігерлер халықты сақ болуға, суық тиетін маусымда иммунитетті күшейтуге шақырады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше COVID-19 денсаулық сақтау саласындағы халықаралық маңызы бар төтенше қауіп ретінде саналмайды. Бүгінде коронавирус жеңіл формада өтеді. Науқастардың көпшілігі ауруханаға жатпай, емді үй жағдайында қабылдайды. Мамандардың айтуынша COVID-19 бен өзге де вирустық инфекциялар көбіне катаральды белгілермен басталады. Алдымен мұрын бітеле, тамақ ауырады, содан кейін ғана дене қызуы көтерілуі мүмкін. Бас санитарлық дәрігер кезекті рет сақтық шараларын еске салды. Халық көп жиналатын жерлерге, әсіресе жабық үй-жайларға бармау, тұрғын және жұмыс орындарында ауаны үнемі желдетіп ылғатату, қолды өңдеу үшін антисептиктер немесе дезинфекциялық сулықтар пайдалану, ауырған адаммен байланысты шектеу, оларды оқшаулауды қамтамасыз ету. Аурудың алғашқы белгілері байқалған кезде балаларды үйде қалдырып, оларды мектепке және балабақшаға жібермеу. Денсаулық нашарлаған жағдайда дереу медициналық көмекке жүгіну, өзін-өзі емдеумен айналыспау. Құрметті азаматтар, өздеріңіздің және жақындарыңыздың денсаулықтарын сақтаңыздар. Уақытылы екпе алу, профилактика шараларды сақтау және симптомдарды мұқият бақылау инфекциялар мен олардың салаларын сенімді қорғайды. Елде жыл сайынғы жіті респираторлық вирустық инфекциялар мен тұмау ауруының маусымы басталды. Республикада жыл сайын 4 миллионға жуық ЖРВИ мен 2 мыңға дейін тұмау жағдайы тіркеледі. Тұмауға жатпайтын вирустардың айналымына мониторинг жүргізілді. Қыркүйек айында 53 сынама зерттелді, оның ішінде 11 сынамада 10 нәтиже анықталған. Естеріңізде болса, өткен жылы бұқаралық ақпарат құралдарында қоғамның алаңдаушылығын тудырған метапневмовирус туралы ақпарат кеңінен таралған болатын. Шындығында метапневмовирус бұл жаңа қорқынышты ауру емес. Ол жіті респираторлы вирусты инфекция және тұмау сияқты суық тиіп сырқаттануға байланысты вирустардың бірі. Ол ауа тамшы жолы арқылы беріледі. Инкубациялық кезеңі әдетте жұққан кейін 3-6 күн. Әдетте симптоматикалық ем тағайындалады, көп су ішу, қызуды түсіретін препараттар, тыныштық. Өткен 2024-2025 жылғы эпидемиологиялық маусымда 361 метапневмовирус жағдайы тіркелді. Биылғы эпидемиологиялық маусымда елде метапневмовирус жағдайлары тіркелген жоқ. Жалпы негізгі жұқпалы аурулар бойынша эпидемиологиялық жағдай тұрақты. Жүргізіліп жатқан профилактикалық және эпидемияға қарсы шаралардың арқасында Қазақстанда оба, тырысқақ, дифтерия, полиомиелит, іш сүзегі және паротитті қоса алғанда 21 инфекциялық аурудың жағдайлары тіркелмеген. Мамандар аурулардан сақтанудың ең тиімді әдісі вакцина екен алға тарта, сондықтан ата-аналарға балаларына екпе салу қажеттігін сұрайды. Жасыл ел жобасының биылғы маусым аяқталды. Жастардың жазғы еңбегін қорытындылаған іс-шара үлкен концерттік бағдарламамен жалғасты. Орталық алаңға жиналғандар үшін түрлі әндер мен би нөмірлері ұсынылып, мерекелік көңіл күй сыйлады.
Іс-шара барысында бірнеше жыл қатарынан еңбек жасақтарына белсене қатысқан жауынгерлер арнайы сыйлықтармен марапатталды. Олар жаз бойы ағаш отырғызып, қала көшелерін абаттандыруға атсалысып, табиғатты қорғауға үлес қосқан болатын. Жасыл ел бағдарламасы жасөспірімдерге, жастарға сабақтан тыс уақытта тұрақты табыс көзін қамтамасыз ететін жоба. Бағдарлама қатысушылары көрсетілген құрметке алғыстарын айтты. Жасыл ел жалпы проектісі балаларға өте жақсы үлес қосады деп ойлаймын. Өйткені 14 жастан бастап балалар жұмыс жасай бастайды. Өздерінің, яғни жазда, яғни уақытын босқа өткізбей жұмыспен, яғни экологияға да өздерінің үлестерін қосады, жинауға, яғни ол өзінің тәрбиесіне де беріледі ол. Сондай-ақ облыс әкімінің атынан аймақтағы барлық жастар ресурстық орталықтарына бағалы сыйлықтар табысталды. Бұл мекемелер жастардың бос уақытын тиімді өткізуге, волонтерлік пен әлеуметтік жобаларды дамытуға қолдау көрсетіп келеді. Сегодня в Центральном парке у нас проходит закрытие трудового сезона. Бүгін Жасыл ел жобасының жабылу рәсімі өтті. Жоба жастарға әлеуметтенуге жұмысқа тұруға мүмкіндік береді. Биыл 2060 адамды жұмыспен қамтыдық. Өткен жылмен салыстырған көрсеткіш қатты артпаса да, жақсы динамикалы өсім байқалады. Бағдарлама жыл сайын жан-жақты дамып келеді. Мәселен, осы жылы тіркелу, келісімге қол қою және жұмысқа келіп кету электрон түрде тіркелді. Жасыл ел жобасы елімізде 2005 жылдан бері жүзеге асырылып келеді. Оның мақсаты экологиялық мәдениетті қалыптастыру, жас ұрпақты еңбекке баулу және табиғатты қорғауға жұмылдыру. Жыл сайын мыңдаған студент пен оқушы осы жоба аясында жұмыс істеп, елді көгалдандыруға үлес қосып келеді. Осы орайда облыс әкімінің орынбасары биылғы маусымға белсене қатысқан жастарға алғысын айтып, оларға сәттілік тіледі. Қарағанды облысында Жасыл ел бағдарламасының іске асырылып келе жатқанына 20 жыл толды. 20 жылдың ішінде әр сарбаз қаншама пайда тигізді біздің өлкеміз Қарағандыға. Олай болса, бүгінгі басты қаһармандарымыз Жасыл ел сарбаздары. Рахмет сіздерге. Бір қарағанда ағаш отырғызу, қоқыс жинау, аула тазарту аса қиын жұмыс емес сияқты. Алайда, әр сарбаздың күн сайынғы жазғы жұмысы ол біздің өлкеміздің көркеюіне септігін тигізді. Ұйымдастырушылардың айтуынша, Қарағанды облысында биылғы маусымда мыңдаған жас еңбек жасақтарына қатысып, саябақтар мен аулаларды көгалдандыру жұмыстарын атқарды. Алдағы жылы да Жасыл елдің жаңа маусымы жалғасып, жастарды жұмыспен қамтуға мүмкіндік бермек. Ақгүл Сұлтанқызы, Досжан Төлеутай, 1 Қарағанды телеарнасы. Жасыл ел еңбек маусымы аяқталғанымен таза Қазақстан ауқымды акциясы әлі жалғасуда. Дегенмен барлық қала тұрғыны қоршаған ортаға ұқыптылықпен қарай бермейді. Қарағанды орманшылары кезекті мәрте демалушылардан қалған шыны бөтелкелерді жинауға мәжбүр болды. Қала тұрғындары мен қонақтары орманға сейілге шығып, жылы күндердің ләззатын сезінгенімен орман инспекторлары үшін бұл үлкен мәселе тудырып отыр. Шөменовтер жұбы 1 жылдан астам уақыттан бері демалушылардан қалған шыны бөтелкелерді жинауға мәжбүр. Олардың айтуынша бөтелкелер орман ішінде жаңбырдан кейінгі саңырау құлақтай қаптап кетеді. 500 гектар аумақта тәртіп бұзушыларды қолға түсіру мүмкін емес. Бутылканы мен белсебетпен жинадым былтырлар. Белсебетпен жинағанақта белсебетке ең ауыр зат шыны. Мысалы, қапқа салатын болсаңыз, әжептәуір салмақ бар. Соны салып әкеп, осы жерге әкеп төгіп жүргенде айтады Рушан, неге бұны жинайсың сен? Мен айтам, халықтың санасы оянатын шығар. Өзінің, мысалы, елінде, өзінің жерінде таза ұстауға үйренетін шығар деймін. Орманшылар бұл мәселені кешенді шешуді ұсынып отыр. Олар демалыс орындарында бейне бақылау камераларын орнатуға жеттейді. Қанаттың жұбайы Раушан Шөменова табиғатты аялау мәдениетін бала кезден қалыптастырудың маңыздылығын атап өтті. Өйткені табиғат біздің ортақ үйіміз дейді ол. Табиғатқа жанымыз ашиды ғой. Мына жерде таза болсын осы орманның іші, ертең келешек болашақ өзі мынау балаларымызға, соларға қалсын, ұрпақтарымызға қалсын деп аманет есебінде осыларды тапсырамыз деп соны неткеннен кейін өзіне көмектесе бастадым өзімде.
Инспекторлар күзгі маусымда да жұмыс көп дейді. Қазір түрлі ағаш тұқымдарының дәнін жинау науқаны жүріп жатыр. Сонымен қатар күзгі ағаш отырғызу кезеңі басталды. Облыстың қала аудандарында жалпы 300 мыңнан астам көшет отырғызу жоспарланған. Бұл іске кез келген тұрғын қатыса алады. Орман бағында сатылымға үйеңкі, жөке, акация, қарағай мен шағанның биіктігі 1-2 метрлік көшеттер ұсынылған. Бәрімбек Бейсенов атындағы академияда заң және тәртіп идеологиясын қоғамда жүзеге асыру мәселелеріне арналған халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Іс-шараға еліміздің, шетелдің құқық қорғау саласының өкілдері қатысты. Дәстүрлі түрде өткізілетін конференция барысында заңнаманы жетілдіру, құқық бұзушылықтың алдын алу және полицияның қызметін тиімді ұйымдастыру бағыттары талқыланды. Қатысушылардың айтуынша қоғамдық тәртіпті нығайтуда ғылыми зерттеулер мен тәжірибеге негізделген жаңа тәсілдер қажет. Біздің профессорлық құрамның Конституцияның 30 жылдығына орай біз 30 жаңа оқулық шығардық. Былтыр жылдың аяғында үндеу тастап, Конституцияның 30 жылдығына 30 жаңа оқулық жобасын бекітіп, сол жоба шеңберінде біздің коллективтің бірінші нәтижесі бұл мына 30 жаңа оқулық. Бүгін сол оқулықтардың 7-ін тұсаукесерін ұйымдастырамыз. Одан кейін конференция нәтижесі бойынша әдістемелік ұсыныстар болады. Содан кейін заңнамаға енгізілетін ұсыныстарды талқылап, біз орталық аппаратқа жібереміз. Сондай-ақ жиында ішкі істер органдарын жаңғырту, заманауи қылмыс түрлеріне қарсы күрес, цифрлық технологияларды енгізу және криминалистикалық әдістерді жетілдіру тақырыптары кеңінен қарастырылды. Шетелдік сарапшылар өз елдеріндегі тәжірибемен бөлісіп, қазақстандық әріптестеріне ұсыныстар айтты. Жалпы көршілес мемлекеттердің бір-бірімен тәжірибе алмасуы елдерге құқық қорғау саласын жетілдіруге мүмкіндік береді. Конференция очень важная, нужная, потому что... Конференцияда көтерілген мәселелер тек Қазақстан мен Ресей ғана емес, басқа да елдерге өте маңызды. Бұл жерде біз IT технологиялары, жалпы құқықтық сұрақтар, есірткі мәселесі және тағы басқа тақырыптарды талқыладық. Мемлекеттер арасындағы тығыз қарым-қатынас өзекті мәселелердің шешімін табуға септігін тигізеді. Ұйымдастырушылардың айтуынша басқосуда оқылған баяндамалар болашақта құқық қорғау жүйесінің дамуына ықпал ететін маңызды дереккөз болмақ. Конференция қорытындысы бойынша қатысушылар бірлескен ғылыми зерттеу жобаларын жүзеге асыруға келісті. Мамандардың пікірінше мұндай жиындар қоғамда заң мен тәртіп идеологиясын нығайтуға, ал жастарды құқықтық мәдениетке тәрбиелеуге септігін тигізеді. Ақгүл Сұлтанқызы, Досжан Төлеутай, 1 Қарағанды телеарнасы. Биыл Евней Арыстанұлы Бөкетовтің 100 жылдық мерейтойы. Евней Арыстанұлы химик, металлург ғалым, аудармашы, жазушы. Қазіргі академик Евней Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университетінің негізін қалаған. Қаншама шәкіртті ғылыми жолға салған жан. Қайраткер тұлғаның мерейтойына орай сол университетте болмысы бөлек Бөкетов атты естеліктер жинағының тұсаукесері болды. Іс-шараға ғалымның шәкірттері, әріптестері, оқу орнының профессор, оқытушылар құрамы қатысты. Университет қабырғасында Евней Арыстанұлы Бөкетов жайлы болмысы бөлек Бөкетов атты естеліктер жинағының тұсаукесері өтті. Онда жиналған қауым ғалымның атқарған істерін, ғажайып естеліктерін сағынышпен әрі ризалықпен еске алды. Бүгінде Бөкетовтің шәкірттерінің өзі халықаралық деңгейде мойындалып, еңбектері ғылымға енгізілген жаңалық ретінде жүзеге асып жатыр. Соның бірі Болат Ермағанбет. Ол Евней Арыстанұлының тапсырмасымен көмір химиясын зерттеп, түрлі жобаларды қолға алған. Кейінгі 80 жылды бұның университеттен кеткеннен кейін көтерген Қазақстанның көмірінен мұнай алу мәселесін қозғаған еді. Сол кезде осы мені шақырдым. Осы мәселені айналыс, осы жұмыс саған азық болады. Төменде бұл жұмысты аяғына дейін апару керек. Біз лабораторияға ашып, сол лабораторияда мен басшылық еттім. Одан кейінгі жағдайда 40 жыл болды ма, сол 40 жылдан астам уақыттың ішінде біз қазір Астана қаласында көмір химиясы және технологиялар институтын ашып, сонда қазір жұмыс істеп жатқан жай бар.
Іс-шара филология факультетінің жаңадан безендірілген кітапханасында ұйымдастырылды. Кітаптың тұсаукесеріне қатысқан сенатор өзінің де Бөкетов жайындағы туындысы жинаққа енген. Химия, инженерия саласының маманы Алтынбек Нұхұлы Евней Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің ұлттық мәртебеге ие болуына атсалысқан. Парламент депутаты бұл жолы университет ғалымдарына қаржылай сыйлық тағайындады. Оны оқу орнының ректоры филология факультетінің студенттеріне беруге келісті. Сонымен қатар аталмыш жоғары оқу орнының құрметті профессор атағын иеленді. Бүгінгі күні тұсау кесілген болмысы бөлек Бөкетов деген кітаптың ішінде көп дүние бар деп санаймын. Сонда естеліктерде бәрі де жазылған шығар. Өйткені Евней ағамыз туралы жазуда, айтуда, ғылым жолында істеген жұмыстары өз алдына бір бөлек. Әдебиеттегі екінші бір сала, ал сонымен қатар ұйымдастырушылық қабілеті. Сол арқылы бүгінгі мынандай ғимараттардың кезінде Евней ағамыздың арқасында басы басталып салып, мен айтып жатырмын, бұл шынында да жан-жақты болған. Евней Арыстанұлы мыс электролиттік шламдардан селен, теллур элементтерін бөліп алудың пиро және гидрохимиялық әдістерін жасаған. Әлемдік атақты жазушылардың шығармаларын аударып, әдеби зерттеулер, естеліктер жазды. Евней Арыстанұлы отбасында 2 ұл, 2 қыз өсіріп, балалары да ғылым саласына бет бұрған. Ғалымның химия металлургия саласындағы еңбектері шетелдерде патенттеліп, өндіріске енді. Бүгінде Бөкетовтың шәкірттері ғалымның ізін жалғап келеді. Жаңабек Нар, Досжан Төлеутай, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында қарттар күні қарсаңында егде жастағы азаматтарға бір реттік материалдық көмек төленіп жатыр. Бұл мақсатқа жергілікті бюджеттен 1 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінген. Қаражат зейнеткерлердің жеке есеп шоттарына аударылады. Облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының мәліметінше 70 жастан асқан 50 мыңнан астам адам осы көмекті алады. Қарағанды, Балқаш, Приозерск, Саран, Теміртау қалалары мен Абай, Ақтоғай, Бұқар Жырау, Қарқаралы, Нұра, Асакаров және Шет аудандарында тұратын зейнеткерлерге 20 мың теңгеден бөлінеді. Ал Шахтинск қаласының тұрғындарына 10 мың теңге көлемінде төлем қарастырылған. Теміртау мен Шет ауданында төлемдер қазан айында басталады. Айта кету керек, Балқаш, Ақтоғай, Нұра және Асакаров аудандарында бұл көмек 70 жастан асқан азаматтарға беріледі. Ал басқа өңірлерде 75 жастан асқан зейнеткерлер қамтылады. Бұдан бөлек Қарағанды облысының барлық өңірінде демеушілердің қолдауымен қайырымдылық акциялары ұйымдастырылады. Үйде әлеуметтік көмек алатын қарттар мен белсенді ұзақ өмір сүру орталықтарына келетін зейнеткерлер үшін арнайы дастархандар жайылып, мерекелік іс-шаралар өтеді. Сондай-ақ азық-түлік себеттері де таратылмақ. Еске сала кетейік, халықаралық қарттар күні жыл сайын 1 қазанда аталып өтеді. Қалада балуандарға арналған жаңа жаттығу орталығы ашылды. Мұнда 40 жатын орын қарастырылған. Залдар, кілемдер мен спорттық жабдықтар толық жаңартудан өтті. Күрес түрлерінен олимпиадалық резервтегі мамандандырылған мектепте жаңа жаттығу орталығы салтанатты түрде ашылды. 2023 жылдың тамыз айындағы қатты нөсерден зардап шеккен ғимарат күрделі жөндеуден кейін қайта жаңғырды. 2 жыл бұрын спорт мектебінің жертөлесімен 1-ші қабатын су басқан болатын. Енді Дәулет спорт мектебі заманауи әрі жайлы базаға айналды. Мұнда спортшылар жаттығып қана қоймай тұруға да болады. Жөндеу жұмыстарына шамамен 15 миллион теңге жұмсалған. Шағын, тамаша, ал енді бүкіл Қазақстан келмекші мұнда, бүкіл төңірек. Көрші мемлекеттер, қырғыздар, өзбектер, орыстар, Беларусь мектебі бұрыннан танитын Қарағанды төңірегінде келмекші. Үлкен атақты 56 жыл өтетін Нұркен Абдиров турниріміз бар. Қаһарман ағамыз, сондықтан Қарағанды төңірегі әрқашанда мықты болған күресті, соны басқа деңгейге көтеріп, Алла жазса дұрыс мықты жеңісті күндеріміз көп болады ғой деп. Құрама командаға мұнда сборға келген жатқан балалар, біздің балалар бірге келіп, бірге жаттықтанады, бірге тренировкада жүреді, бірге сборда жатады. Сондықтан деңгейі зор болады ғой деп ойлаймын.
Салтанатты іс-шарада спорт ардагерлері, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген жаттықтырушылары, еркін және классикалық күрестен КСРО спорт шеберлері Саржан Жақсыбеков пен Илдар Гафаров құрметті қонақ ретінде қызыл лентаны қиды. Орталықта 40 төсек орны, жаңартылған залдар, кілемдер мен спорттық жабдықтар бар. Мұның барлығы облыс басшылығының қолдау арқасында жүзеге асты. Чемпиондар шықсын, осы залдан енді тұратын жер болады, тренировка жаттығу жасайтын жер болады. Сол бәріміз бірге жұмыс жасаймыз. Құдай қаласа чемпиондарымыз бар. Қазақстандық күрес түрлерінен федерациясына осы залды ашуына келіп, қолдауыңызға рахмет, алғысымды білдіремін. Сол бізге келіңіздер, жасаңыздар жаттығуларды. Құтты болсын. Енді Дәулет күрес мектебі тек қарағандылық спортшылар үшін ғана емес, өзге өңірден келетін балуандар үшін де дайындық алаңына айналды. Жаңа орталықтың ашылуы спорт инфрақұрылымын дамытудағы маңызды қадам. Әр әйгілі күрес мектебінің тарихындағы жаңа белес болды дейді жаттықтырушылар. Шақарымызда балалардың сүйікті мекені Бал әлем орталығының жаңа филиалы есігін айқара ашты. Қазақ балаға жайлы мекен болған ұлттық тәрбие мен білім беру орталығы 2000 жылдан бастап мыңдаған тәрбиеленушіні биік белестерге жеткізді. Ең бастысы мұнда өскелең ұрпақ жан-жақты дамып, қазақи құндылықтарды бойына сіңіреді. Орталықтың майқұдықта салтанатты ашылуы көптің сүйіншілеп күткен жаңалығы болды. Оған себеп мекеме балалардың білім алуына, шығармашылық қабілетін арттыруына, ұлттық салт дәстүр мен мәдениетке баулу ісіне ерекше көңіл бөледі. Мұнда бүлдіршіндерге арналған ерте даму бағдарламалары, өнер үйірмелер мен тәрбиелік бағыттағы сабақтар жүргізіледі. Бал әлем орталығының негізін қалаушы тіл жанашыры Жанна Қайратқызы өз сөзінде білім беру ордасының тарихына тоқталып ерекшелігін атап өтті. Бүгінгі ашылу біздің 2000 жылдан басталған, жалпы Нұрсана оқу орталығы ашылған. Бұрындары 2021 жылы атымыз Бал әлем болып ауысты. Қазір ата-аналардың жалпы сұранысы өте жақсы. Қазақ балаға арналған қазақи орталық. Бұл жерде бізде жалпы қазақ балалар орыс сыныптарына кетіп қалма мақсатында ашылған. Ата-аналардың толық күндік балаларын қалдыруға үлкен мүмкіндіктері бар. Бұл жұмыс бас ата-аналардың жалпы сұранысы. Бұл жерде 4 мезгіл тамақ, 7 түрлі үйірме, оның ішінде қазақи форматтағы үйірмелер балаларды жалықтырмай, қызықтырып оқыту мақсатында жасалады. Сондықтан балалар таңнан кешке дейін еш алаңдамастан бізде орталықта мектепке апарамыз, алып келеміз, үйге апарамыз, үйден алып келеміз, тасымал қызметі де қосылған. Балалардың тіліне, ой өрісіне, ұлттық болмысына оң ықпал ететін бағдарламалар негізінде жұмыс істейтін орталық жас ұрпақтың бойына қазақи тәрбие мен отбасылық құндылықтарды сіңіруді көздейді. Осы бағытта ағымдағы жылдың 1 сәуір күні еліміздің оңтүстік шаһарындағы Шымкент Бал әлем орталығы өз жұмысын бастады. Директордың айтуынша сұраныс көп, ата-аналар риза, ал балалар өз нәтижелерімен көзге түсіп жүр. Шымкент қаласында сұраныс көп, өйткені ондай орталықтар жалпы былай айтсақ негізі жоқ деп есептелінеді. Өйткені азынан кешке дейін баланы мектептен алып қайту, мектепке алып бару, үйден алып келіп үйге апару және баланың мысалы мектеп бізде жекеменшік мектептер көп, сол себепті жекеменшік мектепте азынан кешке дейін тамақ бермеу мүмкін, ал бізде толық тамақ қарастырылған. Одан бөлек сапа қарастырылған және үйірмелердің бәрі сол бір орталықта бір жерде болған және олар балаларға өте ыңғайлы болады. Салтанатты жиын нағыз мерекеге айналды. Аталмыш орталықты өз үйлерінде көретін тәрбиеленуші оқушылар әнде шырқады, өз жүрек жарды лебіздерін өлең шумақтарымен жеткізді. Ашық аспан астында мұң бұралып биде биледі. Бұл дарынды өрендердің талантын ашып, болашаққа сенімді қадам басуына көмектесетін орталық. Балаларды біз конкурстық негізде қабылдаймыз. Жалпы 5 жастан бастап келеді балаларымыз. 5 жастан бұл мектеп алды даярлық. Содан кейін 1-ші сынып, 2-ші, 3-ші сыныптар оқушыларды сабаққа, мектепке жаңағы үйірмелер барын дайындаймыз балаларды. Бұл Восток 2 ықшам ауданында орналасқан 6/1. Енді балаларыңызды болашақта
қазақтың азаматы, қазақи тәрбие алып өсті десеңіз, біздің орталыққа келсін деп шақырамын. Балалем бұл болашаққа сеніммен қарайтын, баланың жүрегіне мейіріммен, ұлттық рухты ұялата білетін білім мен тәрбие мекені. Қаламыздың Әлихан Бөкейхан ауданында ашылған жаңа филиалдың мекен жайы Восток 2, 6/1 келемдеушілер үшін орталықтың есігі әрдайым ашық. Осымен редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осындай. Бірінші Қарағанды телеарнасы қосылу болсын. Амандықта жүздескенше.